Қайырлы күн қыздар, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздерге аузда еритін, бір жасағаннан әдемі шығатын қол жетімді молочная девочка тортының рецептімен бөлісетін боламын. Мен бұл тортты қызымның туған күніне жасаған болатынмын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік шыққан. Құрғақ заттарды араластырып аламыз: шым тұз, разрыхитель ұнды. Жұмыртқа мен сгущенканы миксердің көмегімен жақсылап біркелкі массаға айналғанша араластырып аламыз. Сгущенканың проценті 8,5% болу керек, қою түрі. Одан кейін ертілген сармайды салып, оны да араластырып жібереміз. Сармайды ыстық күйінде құйып жібермеңіздер. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп аламыз. Дәл осы видеодағыдай қасықтап салып отырыңыздар. Ешқандай түйіршік қалмауы керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай аппақ, өте нәзік шықты. Менде қамырдың диаметрі 22 сантиметрді өлшеп алдым. Дәл осылай өлшеп сызып аласыздар пергамент қағазға. Пергамент қағаздың Поклан деген фирманікі болу керек. Міндетті түрде пергамент қағазға жағып аламыз осылай. Егер де пергамент қағазын қолданбасаңыз, асты жабысып қалуы мүмкін. Ең алдымен пешті 5-10 минут қыздырып аламыз, сосын корждарымызды салып пісіре береміз. Тез-тез пісіп қалады, қарап тұрыңыздар. Пергамент қағазын дәл осылай тазалап, қайтадан қолдана берсеңіздер болады. Менде дәл осындай көлемді 7 корж шықты. Енді артық жерлерін кесіп тастаймыз. Кремін дайындау үшін 300 грамм творожный сыр қажет. 50 грамм сахарная пудра керек. Және 50 грамм қойытылған сүт қосамыз. Енді бірде қалыпқа келгенше миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Миксерді араластырғанда жай жылдамдықпен бастайсыздар. Қандай сливки қосатын болсаңыздар да міндетті түрде 33-35% болу қажет. Ең алдымен миксерді жай жылдамдықта бастайсыздар. Әйтпесем кремдеріңіз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Кейін жылдамдықты жайлап қоса бересіздер. Өзі крем дайын болған кезде кішкене ауырлайды. Видеода көргендеріңіздей дәл осылай алған кезде түспейтіндей болу керек. Егер де бірден қатты жылдамдықта кремді араластырып жіберіп, көп араластыратын болсаңыз, креміңізді құртып алуыңыз мүмкін. Енді корждарымызды жинаймыз. Бұл жерде мен сүтпен пропитка жасап алдым. Дәл осылай қалыпқа салып жинадым, себебі бір тегіс әдемі болып шығу үшін. Егер де бұндай қалыптарыңыз болмаса, былайынша да жинай берсеңіздер болады. Кремді корждардың арасына жаққан кезде көз мөлшермен есептеп қарап отырасыздар. Көп немесе аз қылып жағып қоймаңыздар, кремдеріңіз жетпей қалмасын. Бетіне крем жаққан кезде кішкене көптеу қылып жағамыз. Енді қалыбын алып, бетін және жан жақтарын барлығын креммен жақсылап тегістеп шығамыз. Кремін жақ болған соң холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді бетінің сәндеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен бұл жерде шоколадты сулы баняда ертіп алдым. Бетіне осындай жазу қажет болған соң осылай жаздым. Сіздер әрине өздеріңіз білесіздер, неше түрлі басқа да заттармен сәндесеңіздер болады. Фруктилармен, крошкамен де жасасаңыз болады, бетіне сеуіп. 333 насадканы қолдандым. Негізінен осы насадка жақсы гүл шығаруға. Жаңағы кремнен қалып кеткен кремге қызыл бояу қосып, дәл осылай бетіне қоса салдым. Бетін осындай неше түрлі фруктилармен, шоколадтармен сәндедім. Әрине бетінің сәндеуін өздеріңіз білесіздер, өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолар салатын боламын. Дәл осы рецепт бойынша сіздер жасап көріңіз. Негізінен қол жетімді 1-2 сағаттың ішінде дайын болатын торттың рецептісі.